Бізде бұл жұмыс бабында атқаратын қызметіміз біздің бір тәулік бойында 8 срок қалаға жұмысымызды жіберіп отырамыз. Жұмыс енді былай қарағанда көпшілікке көрінбейді. Очень мало приходит молодежи, потому что зарплаты небольшие. Менің өзім көзқарасым бұрынға қарағанда ауа райы енді өзгеріп кетті. Ең қиын жұмыс мезгіл бізде қыс мезгілінде, өйткені ол кезде бізде күзде осындай ауысып тұрады ғой ауа райы. Күн аяздатып, 40 градус аяз болып сықырлап тұрса да жұмысқа келуіміз керек, істеуіміз керек, площадкаға. Қазақ қадым заманнан табиғатпен етене жақын, астасып өмір кешкен әр тастың, әр өсімдіктің, әр жануардың қадірін біліп, оны терең зерттеп тұрмыста пайдалана білген. Мәселен, бабаларымыз күн райын алдағы мезгілдің қандай болар нақты болжаған. Бозторғай ұясын ойпанға салса, жаз қуаң болады. Бозторғай ұясын қыранға салса, жаз жауынды болады. Дуада қыстап қалса, қыс жайлы болады. Қызылғаз саздан соғатын ұясының іргесін биік етсе, жаз жаңбырлы болып су көтеріледі деген сияқты ырымға ырық берген болжам түрлері көп. Қазір заман басқа, технология дамып, алдағы күнде ауа райының қандай боларын нақты біліп отырамыз, соған сай қам жасаймыз. Бұл істі елімізде Қазгидромет мекемесі атқарады. Ал оларға барлығын өлшеп, сараптап, ақпаратын беретін мамандарды метеоролог деп атаймыз. Бұл түнде жұмыс істейді. Біріншіден, қазіргі жастар ұйқыны жақсы көреді. Сол түнде жұмыс істейді. Одан бұл жерде кетіп қалу деген жоқ. Мүлдемге ондай енді заң жоқ деп айтуыма болады. Қатаң бұл жерде. Бұл тәулік бойында тапжылмай осы станцияда отыруымыз керек. Сол жағынан да қиналама деп өзім ойлаймын енді. Бұл саладағы төзімділік, төзе білу, қыс ауа райының бұл құбылып тұру, жауын жауып, бұршақ ұрып, дауыл жел соғып тұрған кезде осының бәрін төзіп, осының бәрін бақылап, үнемі сағат сайын, жарты сағат сайын дауыл соғып, күн боратқан кезде площадкаға барып, қармен омбылап жүріп, соның бәріне төзімділік керек деп ойлаймын енді өзім сол ойлаймын. Өйткені адам қандай мұнай ауа райының бұзылып тұрғанына қарамай, енді үйден шыққысы келмей отыратындар болады ғой. Енді бұл жұмыс сондай адамдарға енді жарамайды, келмейді. Өйткені енді қандай күн бұзылып, күн аяздатып, 40 градус аяз болып сықырлап тұрса да жұмысқа келуіміз керек, істеуіміз керек, площадкаға бізде учащенный наблюдениялар болады. Соны жиі шығып, площадкаға барып, бәрін зерттеп, қарап, бақылап отыру керек. Онсыз болмайды. Мынау біздің Марқакөл өңірінде Буран ауылында орналасқан метеостанция. Міне, мынау біздің метеостанция. Бұл метеостанцияның ашылуы 2006 жылдан бастап жұмыс жасап тұр. Қызметкерлеріміз бізде 5 адам жұмыс жасаймыз. Оның ішінде мен, бір басшымыз бар, бұл мен. Одан 4 техник метеоролог жұмыс істейді. Ал ішке кірейік, ішкі жұмыстармен таныстырайын. Мынау біздің метеостанциямыздың ішкі қызмет бөлімі. Бізде мен бүгінгі жұмыс уақытым сағат 8-де міне ауыстық. Мына жерде міне менің техник, осы қызметкеріміз біздің техник Амренева Айнұр Ануарбековна. Сосын мына жерде бізде әдетте осы 2 кісі ауысамыз. Таңертең сағат 8-ден ауысып, кешкі сағат 8-ге дейін. Бір тәулікте 2 мезгіл ауысамыз. Таңғы сағат 8-ге дейін басқа түнгі мезгілге басқа техник келіп жұмысын атқарады. Әдетте біз айына бір мезгіл техникалық сабақ өткіземіз. Техникалық сабаққа бүгін жиналып отырғанымыз бізде Александрова Татьяна Викторовна, Қайырбаева Гүлшат Қайырбековна. Сол айына бір рет осып
өзіміздің біліктілігімізді арттыру үшін осы бір рет дайындалып, бір ай көлемінде жоспарланған сұрақтарға жауап жазамыз, дайындаламыз, өзіміздің біліктілігімізді арттырып отырамыз. Енді бізде филиал ғой, қазіргі таңда филиал Шығыс Қазақстан және Абай облыстары бойынша филиал болады. Сондықтан біз осы жерде енді біздің филиалға жататын 30 дәстүрлі метеостанциямыз бар және 14 автоматты метеостанциямыз бар. Одан қоса 6 агрометеорологиялық бақылау посттары бар, бекеттері бар. Сол барлық осы жұмыс бекеттер, станциялардың жұмысларын осы жерде біз қарап, тексеріп, ары қарай астаналық өзіміздің департаментке мәліметтің бәрін жіберіп отырамыз. Бізде бұл жұмыс бабында атқаратын қызметіміз біздің бір тәулік бойында 8 срок қалаға жұмысымызды жіберіп отырамыз. Бұл жерде бізде автоматикалық станциядан АМС деген бізде датчиктер көрсетіп, осы экранға келіп бәрін дайын көрсетіліп тұрады. Бұл жерден біз желді аламыз, давление на станции дейді, соны аламыз есептеп, барлық мәліметті есептеп, қалаға синоптиктарға жіберіп отырамыз. Әр 3 сағат сайын үздіксіз жіберіліп отырады. Территория бар, сол жерде барып қарды өлшейміз. Бізде мысалы 100 метр беріледі, 100 точка аламыз. 100 точка аламыз, әрбір точканың биіктігін, қанша жауды, соны өлшейміз. Соны өлшеп, салмағын жазамыз, биіктігін жазамыз. Содан өзінің есептеп шығаратын нелер бар, көрсеткіштер бар. Плотность қардың қанша, оның ішінде қар ериді ғой. Сол кезде судың ледяная корка болады бізде. Соны өлшейміз, соның бәрін есептеп жазып өткізіп отырамыз. Работаю начальником снегомерной службы с 1981 года по настоящее время. Основной задачей нашей службы является обеспечение водной безопасности Республики Казахстан. Первые маршруты снегомерные были открыты на территории нашей области в 1953 году. И вот уже на протяжении более 60 лет здесь ведутся снегомерные наблюдения. В настоящее время у нас в области находится 10 снегомерных маршрутов, которые проводят наблюдения за снежным покровом, а в летний период за осадками. По бассейнам горных рек, наиболее крупных, которые обеспечивают приток Бухтарминское водохранилище, в озеро Зайсан, а также в Шульбинское водохранилище. Мен 2013 жылы осы жерге алғаш рет жұмысқа орналастым. Содан бері уже 11 жыл өтті міне жұмыстар жасап келе жатқаныма. Станцияның жұмысы сол ауа райының, желдің, температураның өлшемдерін, ақпараттарын беріп отырамыз. Біздің жұмыс барысы бұл бәрі қолмен өзіміз термометрларды, әрбір термометрдің показаниясын өлшеп, жазып алып, соны қолмен телеграмма составлять етіп жібереміз. Бұл жерде автоматтандырылған тек қана бізде жел, флюгердің, одан кейін давлениеміз бізде автоматика. Қалған бәрі қолмен жасалынатын жұмыс, термометрлардың бәрін өлшейміз. Осадкомеріміз бар, осадка өлшеп алынады. Қыстың күндері қар өлшейміз, снегосъемкаға шығамыз. Сондай жұмыстар атқарамыз. Жаңағы даладан келген жауын-шашынның қанша мөлшерде жауғанын осы арқылы біліп өлшенетін құрал бұл. Осадкомерный стакан деп аталады. Бүгінгі күндікі қазіргі 03 мөлшеріндегі бұл 2 уақытта өлшенеді. Таңертеңгі 03-те, кешкі сағат 9-да. 1,2 мм болды қазір.
Бұл топырақтың беткі қабатының температурасын анықтайтын термометрлар. Қазір 2-де 2 болып тұр. Бұл температурасын, топырақтың температурасын анықтаймыз. Таңертең жұмысқа келеміз. Белгіленген уақытта өзіміздің сроктарымызды жібереміз. Таңертеңгі срокта осадка өлшенеді. Почваның состояниясын қараймыз. Жауын жауған кезде ылғалды болса, ылғалдылығын көрсетеміз. Таңертеңгі 3-те срокта, одан кейін кешкі сағат 15 срокта міндетті түрде осадка өлшенеді, егер явление болса. Соның бәрін жасап жібереміз қалаға, телеграмма составлять етіп. Жазды күні де болады, енді найзағай күркірейді, қатты жауындар, ливневой жауындар жауады, сол кездерде бұршақ жауады. Соның бәрін қадағалап, соның бәрін тексеріп, бұршақ жауса, оның бұршақтың да көлемін өлшейміз біз. Қандай көлемде жауды, соның бәрін жіберіп отырамыз. Метеорологтар біз тек қана ең басты мәліметті біз жинап, толықтай тексеріп, ары қарай обработкасын жүргізіп дегендей ары қарай жібереміз. Вот бізге жіберіледі, ол кісілердің ең бірінші мәлімет бізден басталады. Сол қатты жел соққан, дауыл желдер, қатты қалың қар түскен жағдайда ең біріншіде бұдар дауылды телеграмма жібереді шеге, шторм түрінде. Сол бойынша дауылды ақпаратпен келеді осында. Осы біздің ақпараттан бастап бізде мына жерде синоптиктер өздері тіркеп, ары қарай мына акимат, әкімшіліктер бар, және де төтенше жағдай департаментіне хабарлап, сол кезден біздің мәлімет бойынша ары қарай уже халыққа тарайды. Мекемелерге жіберіледі ақпарат. Алдын ала болжап, уже бәрін айтып отырады, ескертіп. Ескерту недер ғой, телеграммалар. Сондықтан біздің ең басты біздің метеорологтың жұмыстары көрінбей қалады деп ойлаймыз енді өзімізді. Ол кісілер енді бәр шет жақта жұмыс жасайды, аудандарда жұмыс жасайды, алыс ауылдарда жұмыс жасайды. Біздің станцияның ең бірінші орналасатын жері, енді өздеріңізді байқадыңыздар, шетте орналасады. Шетте жұмыста енді станцияда бізде 5 адамнан штат тұрады, бірақ өңкей көбінесе әйел адамдар жұмыс жасайды. Ер адамдар енді бар, арасында сирек. Бұл термометрлар бізде запаста тұратын термометрлар. Бұлар міндетті түрде қалаға жіберіліп, өзінің мезгіліне келген кезде тексеріліп отырады, поверкадан өтіп отырады. Сол запастағы термометрларды өзіміздің қолданыста қолданамыз. Мысалы үшін бұл жерде әртүрлі термометрлар тұр. Міне мынау ТМ4 дейді, ТМ4. Бұның қызметі ылғалдылықты өлшейміз. Будкада тұрады. Мысалы үшін минимальный термометрлар болады, максималды термометрлар болады. Сол әртүрлі термометрлар бұлар запаста сақталып тұрады бізде міндетті түрде. Бұл датчик АМС-тікі болып есептеледі. Бұл да ауа райының барлық нелеріне қолданылады. Топырақтың температурасын, ауаның температурасын, және де бұдан давление, ішінде станциядағы давлениені өлшеп көрсетіп тұрады. Және де бұның ең үстіңгі несінде бұда желдің бағытын, скоростын көрсетіп тұрады. Сонымен қатар бізде қолмен істейтін флюгер бар. Бұл ауыр темірлі флюгер деп есептеледі. Бұл да жаңағы свет электр қуаты өшкен кезде бұны осылай флюгермен ғана есептеп шығарамыз. Бұның желдің бағыты, скоросты, екпіні 3 сағат сайынғы осы свет электр қуаты өшкен кезде осымен анықтаймыз.
Метеорология күрделі ғылым, атмосфераның құрамы мен құрылысын, жылу айналымын үнемі қадағалап зерттеп отыратын сала. Еліміздегі бірнеше аймақта ірі гидрометеорологиялық обсерваториялар бар. Ауа райын бақылау және болжау орындары заманауи құралдармен толық жабдықталған. Олардың әрқайсысы тұтас ел үшін қажет, себебі күн райын болжау арқылы түрлі апаттың алдын алу міндеті тұр. Чем уникальны наши снегомерные маршруты, они одни из самых снежных не только в Казахстане, но и на всем евразийском континенте. Например, на Ульбинском маршруте, в районе Малоульбинского водохранилища, естественная высота снежного покрова может достигать 4,5 метров. Вот если у нас до потолка здесь 2,5 метра, то там еще в 2 раза выше. И, естественно, это дает очень хороший, мощный приток в весеннее время. Но вода – это же не только благо, это еще и бедствие. Поэтому одна из задач наших – это вовремя предупредить, что очень большие накопления, чтобы вовремя население нижележащих районов предупредить о надвигающей опасности. Кстати, вот в этом году многие снегозапасы были рекордные за все годы наблюдений. Однако, благодаря тому, что своевременно, успешно мы провели все работы, заблаговременно это было известно, я думаю, что, наверное, наша область, Дагестанская, на территории Казахстана наиболее достойно вышла с этого паводкового периода. То есть у нас не было здесь больших подтоплений, разрушений. Все в свое время проведены работы были взрывные по укреплению дамб, по предупреждению, поэтому все прошло более-менее спокойно. Поэтому если в каждых областях будут такие службы, то, я думаю, мы будем пиковые паводки проходить более успешно. Біз енді шамамен болжағанда біз тек бұлттарға қараймыз, ауа райының температура төмендеп келе жатса, не болмаса давление түсіп, жоғарылап келе жатқан болса, өзіміз енді бұрыннан бері істеп келе жатқаннан кейін өзіміз білеміз да, мүмкін жауын жауып кетуі болады, мүмкін қар жауы болады. Бұлттарға да қараймыз. Бұлттар өте маңызды ғой қазір бізде. Бұлттарға қарап солай болжам жасаймыз. Бұлттар бізде енді 3 ярусқа бөлінеді. Төменгі, средний, орысша айтқанда, нижний, средний, одан кейін ең жоғарғы. Сол бұлттар арқылы біз төменгі бұлттар болса, бізде олар кумулонимбустар, стратокумулустар. Кумулонимбустардан, например, бізде ливневой жауын жауады, ливневой мокрый снег жауады. Соларға қарап біз өзіміз жауын жауып тұрған кезде сол бұлттарды қоямыз. Сондай бұлттардан ғана нақты жауын жауады, нақты қар жауатын бұлттар ғана болады. Егер бізде ең жоғарғы бұлттар бар, циррус фибратус, циррус писатустар, олардан жазды күні жай ғана жұқа болып шығып тұратын бұлттар ғой. Олардан қар жаумайды, жауын жаумайды мысалы. Тек қана сондай күзді күндері төменгі бұлттар өте жиі шығады. Сол кезде сөйтіп сол бұлттарды көрсетіп қойып отырамыз. Негізінде міне біз бала кезімізде осы жердің топырағымен жүріп, шаңын жұтып өскен балалар болдық қой, осы жердің тумасымын мен өзім. Енді бұрын қар қалың түсеуші еді, негізінен қар қалың болатын, ал қазір күн аязды болатын негізі, ал қазір енді сондай қатты бір нетіп кетпесе де, қар жалпы аяқ кезде аз бұрынғы мөлшерден қарағанда өзім ойлаймын, сол аз түседі деп негізінен. Бұрын кезінде біз бала кездерімізде жол болмай нетіп осы таңертең сабаққа баратын кезде, мектепке баратын кезде белден тізеден жоғары қар түсіп қап сөйтіп жататын бір сәтте, бір түнде. Ал қазір ондайды көп байқамаймыз. Қазір бір азын-аулақ қар ғана болып сол нетіп тұрады. Енді күнді қыста мысалы үшін міне декабрь, январь айларында біз бұрында жауын жауғанды білмейтінбіз. Енді әлде біздің балалық кезімізде енді біз сезбедік па, балалық болып өтті шықтық па екен. Енді қазір міне қаңтар айларында, желтоқсан айларында енді жауын жауып тұратын кездер болады. Сол кездерде енді былай басқадай бір не деп ойлаймын. Климаттың өзгеруі деп
келтірем ба, енді сол енді біраз айырмашылық солай болады дейді. Менің өзім көзқарасым бұрынға қарағанда ауа райы енді өзгеріп кетті бұрынғыдай. Мен алғаш келгенде бұрын осы қар қалың жауады, мен алғаш келгенде 3 жыл қатарынан қар болған жоқ. Оған енді бұрынғы ежелде неше түрлі ырым немедер бар ғой, енді олардың әлі де келеді. Қазір енді өзгеріс бар, өзгеріс көп, құрғақшылық қазір көп байқалады. Бізде жаз мезгілінде көп жаңбыр бола қоймайды. Ол енді құрғақшылық. Енді ойлаймын, ол енді қазіргі немелеге заманға байланысты, немелер ұшырып жатыр, космоға немелер ұшырып жатыр, мен өзім соларға байланыстырамын, енді аспан жұқарып жатыр деп енді сөйтіп айтады, мен соған байланыстырамын. Қазір құрғақшылық көп байқалады. Құрғақшылық болсын, мына судың бәрі тартылады, су тартылады ғой, енді оның бәрі ертең ауыл шаруашылығына да бәрі зияны көп қой, оның шөп болмайды. Биыл міне былтыр құрғақшылық болды, биыл жақсы, міне жаңбырлы болды биылғы жаз, енді былтырдан қарағанда биыл жақсы болды. Жұмыс енді былай қарағанда көпшілікке көрінбейді. Бірақ мына осындай ауа райы жағдайы ауысып отырады. Біз мысалы ауа райының жұмысымыз көрінбесе де, барлық мекеме бізге байланысқан. Әр жеке тұлғадан бастап барлық үлкен мекеменің бәрі бізге байланысқан. Өйткені біз осы жерде анықтама береміз. Біз бақылап отырған ауа райды біз тіркеп, өзіміз осыны дәлелдеп отырамыз. Соны біздің атымыз, басшының қолымен, біздің мөрмен бәрі басылып, нақты ақпарат біз подтверждать деп отырамыз өзіміздің ақпаратымызды енді дәлелдеп. Ол кісілер енді біздің ақпаратсыз, басқа жерде өздерінің жағдайларын реттей алмайды. Сондықтан бізге байланысты, біздің ауа райының болжамы бойынша қарап, төтенше жағдай дайындалады, міне өздеріңіз естіп біліп отырсыздар, су тасқыны болған жағдайдарда әсіресе міне біз қараша айынан бастап, ол кісілермен қардың бойы әбден кетіп, судың бәрі тартылып әбден болғанша біз ол кісілермен майдың июньға дейін жұмыс жасаймыз, қатты жұмыс жасаймыз. Әкімшілікпен, осы төтенше жағдай департаментімен қатты біз жұмыс жасаймыз. Осы көбінесе бізде ондай жұмысқа кірісетін гидрологтар, метеопрогноз, су өлшейтін көпті маңызы бар бізде, олар бөлектенді. Біз енді ақпараттың барлығы, енді ең басты ақпарат ауа райы бойынша, ауа райы температурасы, ауаның температурасы, топырақтың температурасы, қату тереңдігі маңызды қазіргі неде, топырақтың ылғалы, қар жамылғысының биіктігі, қар жамылғысының тығыздығы, осының барлығы қоры, осының барлығы біздің жұмысшылар атқарады. Ең қиын жұмыс мезгіл бізде қыс мезгілінде, өйткені ол кезде бізде күзде осындай ауысып тұрады ғой ауа райы. Күз бен қыс өсіп ауысқан кезде, сондай кездерде қиындау болады, өйткені бұлттардың көшуі болады, одан кейін ауа райының күрт өзгереді, плюсовой термометр градус көрсетіп тұрып, одан кейін резко минусовойға ауысуы мүмкін. Бір жылы болды бізде, қазір ол кісі зейнетке шығып кетті, Татьяна Александровна деген кісі. Ол кісі күндізден шығу керек болды, мен түңгілікке келуім керек болды. Сол осы бір-ақ рет болды, негізінде осы боранда қатты 30 метрден аса жел соғып, боран күн деген көрінбейді. Мөлтемге содан жаяу үйден шығып, осы жерге жетіп, ана кісінің жолдасы бар, алып шыққан. Бізде үйде ол кісі жоқ, жұмыс бабымен кеткен. Содан ана кісінің жолдасы маған айтып қояды ғой, сен қайтып адаспай келе жатсың деп. Көрінбейді, видимость жоқ. 30 метр секундпен жел боран соғып тұр. Сол сәт қана ойымда қапты, енді сол сәтті жаяу келу. Енді біраз енді ауыртпашылық болды сол кездерде, сөйтіп жаяу сол қыстың күні. Негізінен сол қыс бетінде, қыс мезгілінде біраз қиналып кетеміз. Работа наша заключается в том, что мы в последней декаде каждого месяца, это после 20 числа, выходим в горы, где производим замеры.
Ну, на маршруте у нас там находятся домики, убежища, в которых мы ночуем, то есть на расстоянии дневного перехода. В основном передвижение на лыжах, ну сейчас в последнее время снегоходы стали появляться, но снегоходы тоже не могут не везде пройти, не в каждой местности, поэтому вот этот пеший труд на лыжах еще пока никто не отменял. Замеры производим при помощи весового снегомера ВС-43 и снегомерных реек, а также в горах у нас стоят суммарные осадкомеры, которые за вот этот месяц, когда нас нету, производится накопление осадков. И получается, что мы за месяц эти осадки измеряем. То есть, как бы, получается, вот 12 раз в году производятся замеры этих осадков. Бізде енді сондай нақты оқу бар деп айта алмаймын. Біз жұмысқа орналасар кезде 3 ай стажировкадан өтеміз. Үш жерде үйренеміз барлығын. Басынан бастап аяғына дейін қандай бұлттар бар, бұлттардың атауын жаттаймыз. Термометрлармен жұмыс істейміз ғой біз неше түрлі. Солардың атауларын жаттаймыз. Қандай ауа райында, қандай температурада, қандай термометр қойылу керек, қандай температура төмен болып кеткен кезде кейбір термометрларды алып тастау керек. Соның бәрін 3 ай бойы үйретеді бізге. Очень мало приходит молодежи, потому что зарплаты небольшие. И сейчас вот как бы раньше поколение, оно работало на каком-то энтузиазме, скажем, да. Сейчас молодежь больше смотрит, чтобы более практично было, как бы. Хотя есть у нас, ну, скажем так, вот у нас в партии 26 человек, ну, скажем, 3-4 человека есть такие, ну, скажем, среднего возраста, в основном предпенсионного возраста уже. Жалақы енді соңында үлкен деп айтпаймыз. Қазір жағдайда енді кішкене енді орташа деп айтуға болады. Енді совсем енді например, торапта сетімізде, бақылау торабында. О жерде енді әрине жұмыстары ауырлау болғандықтан, енді басқа мекемелерге салыстырғанда біздің жалақымыз аз. Сондықтан адамдар тұрмайды, бізде тез кетіп қалады. Өйткені қыс кезі қиындау жұмыс жасау. Бізде, мысалы, Марқакөл өздеріңізіне барған жаққа ғана бардыңыздар, а бізде ар жағында Марқакөл қорығы деген метеостанция бар. Ол жерде, мен мысалы, қазір осы таңнан қар түсті ме, осы қар майдың аяғына дейін жатады. Қардың биіктігі 150-180 сантиметрға барады. Ол кісілер қарды өлшейді, тығыздығын өлшейді. Өте ауыр жұмыстары. Осындай бір сондай қиындау недері бар. Енді ол әсіресе сол бар, Зыряновск деген Алтай қаласы. Ол жерде де сондай ауа райы. Мысалы, сондай өздерінің бір ерекшеліктері бар ауа райын. Адамдар қиындыққа берілмей жұмыс жасап, көңілдерін жоғалтпай жұмыс жасайды. Казгуда дайындайды ғой бізде метеорология специалист, және де Россияда. Ресейде, Москвада және Санкт-Петербургта жасайды. Шығарады біздің мамандарды. Енді бізге келетіндер, жалпы сәйкес келетіндей экология білімдері бар сондай кісілерге енді бізді алуға мұқтажбыз. Өйткені мамандар жетіспеді, бір кезде мүлдем жетіспеді. Жалақымыз аз болып, мүлдем қызықшы танытпады ешкім. Мен өзім осы марқаның тумасымын. 1970 жылы осы міне Боран өңірінде мен өзім дүниеге келгем. Менің ата-анам, әкем 80-нен 90-ға аяқ басқан кісі, анам 80-нің ортасына келіп қалған адам. Біз 5 қыз, 5 ұлмыз отбасымызда. Барлығы отбасылы, үйлі баранды. Сонымен қатар міне өзім осы жерде тұрмыс құрып, сол 19 жыл болды осы салада қызмет етіп келем. Заңгер білімім бар, жоғары білімім өзімнің, бірақ та енді бұл әдейілеп осы метеорология саласында білім алған жоқпын негізінен. Осы сол заңгерлікті де істеген жоқпын. Әкем айтып отырушы еді, қазір де айтады енді.
көп ұйықтамау деп айтатын. Таң атпай, ол кісілер сағат міне мысал үшін сағат 5-те 6-да тұрып таңғы шайларын ішіп жұмысқа кетіп қалатын уақытта. Сол өсиет мен өзімде де миыма қатты сақталып қалған ғой. Әлі күнге дейін сол кейде мысал үшін міне жұмысқа келгенде де бізде мысал үшін түнде ұйықтамау керек, қырағы болу керек қой бұл жұмыста. Ұйықтап қалмау керек, уақытылы белгіленген мезгілде ұйықтап қалмау керек, срогыңды жіберіп отыру керек. Сондықтан өзімді сол ұйықтамаймын албаты. Өзіме бір қағида қылып ұстаған ба, әкемнің несін күн тал түс болды деп жарықтық. Менің атам да сөйтіп айтып отырушы еді. Сағат 7-де тұрып жатсаң, сол кезде таңғы сағат 7-де демалыстарда тұрып жатқан кезде күн түс болды, неғып жатсыңдар деп солай айтушы еді. Ал қазіргі енді заман оған келмейді деп ойлап, қазіргі жастар ондай деп есептемеймін өз басым. Ал енді сол әкемнің бір несі, сол албаты сол ұйқыны көп жақтырпайтын адам болатын. Ұйықтап, көп ұйықтап, сол таң атпай ерте тұрып аламыз өзіміз. Сол жұмысқа да ертерек кеп, соны өзі. Содан таза біреудің ала жібін аттамай таза еңбек етуің керек. Наныңды таза өзіңнің табан ет маңдай теріңмен тауыпқан қара шайың тәтті болады деп. Солмен енді келе жатырмыз осы ауылда. Осы өсиетті балаларыма да айтып, құлақтарына құйып, 2 бала тәрбиелеп өсірдім. Екеуі де жоғары білімді, қызметтерін жасап жатыр шамаларына қарап. 2 немерем бар. Келе жатқан осы заманымыздың бір өзі өте бір қиын несі деп ойлаймын. Осы жастардың қазіргі барлығы дайын болу керек қой оларға. Бұрынғы кеңес адамдар сияқты емес, қазір бәрі дайынға үйреніп келе жатыр. Келешек жастар солай болып келе жатыр ғой негізінен. Енді ол мүлдем дұрыс деп есептемеймін. Өйткені еңбек етпей, маңдай теріңізді төкпей, ол ешқандай алып отырған жалақыңыздың да қадірі болмайды деп өз басымның ойым сол енді. Ал енді еңбек етіп, өз сол табан ет маңдай термен осы еңбегіңізді етіп, тапқан қара наныңыз тәтті болады ғой. Бұл мамандықтың енді ары қарай жалғаса беруіне бұл жастардың тікелей қатысуы керек деп есептеймін. Өйткені үлкен адамдардың бәрі қала береді, жастар орнын баса береді демекші. Жастардың қызығушылығы бұрынғыдан келе артып келеді деп ойлаймын өзім. Негізі жастар өте жақсы мамандық деп есептеймін өзім. Жастар да келіп жатады енді. Енді ол өмірдің ағымы болғаннан кейін әр адамның басында жазылған несі әрқалай болады, әрқалай қабылдайды. Жастарға бұл өте сондай. Мен өзімнің осы енді ұл балаларды айтпасам да, енді қыз балаларға осы қызым болса осының маманы қып шығаратын ем деп ойлаймын да. Енді өзім осы маманның спец маманы болмасам да, сол қыз балаларға өте жақсы жұмыс, жақсы мамандық. Жаны нәзік адамдарға осы табиғатпен жұмыс істеу өте жақын деп есептеймін. Метролог есептің адамы, физиканы жетік меңгерген, әр детальді жіті қадағалайтын қырағы көзқарас керек. Өкінішке қарай елімізде метролог мамандары тапшы. Кей деректер бойынша стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығын бойынша жылына 500-ге жуық маман даярланады екен. Оның бәрі бірдей мамандық бойынша жұмысқа орналаса бермей, сондықтан атмосфераны зерттейтін метрологтар салаға ауадай қажет болып тұр.